Қарағанды облысы білім басқармасы, Шахтинск қаласы білім бөлімінің Әлихан Бөкейханов атындағы мектеп-лицейі. Сабақтың тақырыбы дүниежүзінің тарихи-мәдени аймақтары. Оқу мақсаты халықтың этникалық және діни құрамына байланысты дүниежүзінің тарихи-мәдени өркениеттік аймақтарының қалыптасуын түсіндіреді. Сабақ мақсаты оқу мақсатына сай халықтың этникалық және діни құрамына байланысты дүниежүзінің тарихи-мәдени өркениеттік аймақтарының қалыптасуын түсіндіру, халықтың этникалық және діни құрамына байланысты дүниежүзінің тарихи-мәдени өркениеттік аймақтарының қалыптасуын білу, халықтың этникалық және діни құрамына байланысты дүниежүзінің тарихи-мәдени өркениеттік аймақтарының қалыптасуын сипаттау. Құндылықтар. Оқушының танымдық дағдысы артады. Келесі ой қозғау. Төмендегі сұрақтарға жауап берейік, оқушылар. Бірінші сұрақ: мәдениет деген не? Жарайсыздар, балалар. Мәдениет дегеніміз жер бетіндегі адамзаттың дамуы әртүрлі аймақтарға әр алуан болғандықтан, халықтардың мәдени дәстүрлерінің өзіндік ерекшеліктері бар. Келесі сұрақ: этнография нені зерттейді? Жарайсыздар, балалар. Халықтардың өмір салтының ұқсастығы мен айырмашылығын зерттейді. Келесі сұрағымыз: қандай тарихи-мәдени аудандарды білесің? Жарайсыздар, балалар. Тарихи-мәдени аудандарға орталық және шығыс Европа, батыс Европа, солтүстік Америка, Латын Америкасы, оңтүстік Азия, Африка аймақтары, солтүстік Африка және таяу шығыс аймақтары жатады. Ал енді, балалар, бүгінгі жаңа тақырыбымызға көшсек, этнография дегеніміз халықтардың өмір салтының ұқсастығы мен айырмашылығын, олардың табиғи ресурстарды шаруашылықта пайдалану жолдарын зерттейтін ғылым. Тарихи-мәдени аудандар халықтардың өмірі мен тарихи тағдыры, әлеуметтік-экономикалық дамуы және бірге қалыптастырған мәдени-тұрмыстық ерекшелігі ұқсас аумақтар. Олардың негізгі айырмашылықтары: осы ауданды мекен еткен халықтардың мәдени ескерткіштері, дінінің ерекшелігі, ұлттық дәстүрдің сипаты, шаруашылығының дәстүрлі түрлері. Ежелгі заманда және қазіргі кезде де тарихи-мәдени аудандар материалдық мәдениетінің ерекшелігі арқылы анықталды. Дүниежүзілік өркениеттің тамаша туындыларын адамдар керемет деп атайды. Ежелгі дүние осындай 7 кереметті танып білген. Әлемнің 7 кереметін атап айтсақ: Хеопс пирамидасы, Семирамиданың аспалы бағы, Эфестегі Артемида храмы, Олимптегі Зевс құдайының мүсіні, Галикарнастағы мавзолей, Родос аралындағы Колос мүсіні, Александриядағы шам жатады. 21 ғасырда адамзат жаңа кереметтерді таңдай бастады. Дүниежүзі мемлекеттері бірінен соң бірі өздеріндегі кереметтерді анықтауға және таңдауға кірісті. Нәтижесінде жаңадан дүниежүзілік кереметтер тізімі пайда болды. Енді, оқушылар, осы жаңадан пайда болған дүниежүзілік кереметтерге байланысты бейнебаянға барлығымыз назар аударсақ. Қазіргі күндері әлемнің жаңа 7 кереметі пайда болды. Бернард Вебердің бастамасымен New Open World корпорациясының коммерциялық емес ұйымының көмегімен әлемнің ежелгі 7 кереметін жаңғырту үшін жаңа жоба іске қосылды. Сауалнаманың көмегімен 100 миллионнан астам адам ғаламтор мен телефон арқылы дауыс беріп, соның нәтижесі бойынша әлемнің 7 ғажайыптарының соңғы тізімі бекітілді. Майя мәдениетінің ежелгі қаласы Чечен Итса
Мексика мемлекетінің Юкатан түбегінде орналасқан әлемнің жаңа 7 кереметінің бірі. Ежелгі Чичен Итса қаласының атауы Итса тайпасының тұғы деген мағынада аударылады. Көне қала Чичен Итса майя өркениетінің дамуында мәдени және саяси рөл атқарды. Қала біздің заманымыздан бұрын 7 ғасырда пайда болды және өз уақытында майяның діни орталығы ретінде саналған. Ал 10 ғасырда қаланың орталық Мексикадан Юкатанға келген толтектер жаулап алды және қала 11 ғасырға қарай Толтек патшалығының астанасы болып сайланды. 1178 жылы Үндістанның билеушісі Хунаккейл қасиетті майя жерін талқандап, қираған үйіндіге айналдырды. Осылайша қала тұтастай құлдырап, халықсыз қалды. Биіктігі 30 метрге кететін 9 сатылы Кукулкана пирамидасы Чичен Итса қаласының басты нышаны болып табылады. Пирамида ішінде ягуар тағы бар. Мысыр елінің пирамидаларымен салыстырғанда Кукулкана айтарлықтай кішкентай. Әлемнің дәстүрлі 7 кереметінің қатарында Галикарнастағы кесене бар. Ол Үндістанның Агра қаласында орналасқан Тадж-Махал кесенесі. Бұл кесенені 17 ғасырдың ортасында Шах Джахан сүйікті жары Мумтаз Махалдың құрметіне салған. Оның құрылысы 22 жылға жалғасты. Бұл ғибадатхананың құрылысына 20 мыңнан астам адам қатысқан. Олардың ішінде империяның барлық аймақтарынан келген құрылысшылар, Венеция, Парсы, Орталық Азия және Таяу Шығыс елдерінен келген шеберлер бар. Бүгінгі таңда үнді сәулетінің інжу маржаны саналатын махаббаттың символы болған ақмармар ескерткіш Үндістанның ең маңызды көрікті орындарының бірі. Айналасы су бұрғақтарға толы саябағы бар. Ақмармар тастардан қашалған ғимарат жыл сайын 5 миллионға жуық саяхатшыларды қабылдайды. Иорданияның астанасының оңтүстігінен 200 километр қашықтықта Вади Мусаның аңғарындағы құмды тауларда ежелгі Петраның қираған үйіндісі жасырынған. Қала 500 жылға жуық уақыт бойы тұрғызылып, үлкен сауда орталығына айналды. Әр кезеңде қала әртүрлі шапқыншыларға тиесілі болды. Біздің заманымызға дейін Идумей, Набатей, бертін келе орта ғасырда Рим, Византия, араб шапқыншылықтары жаулап алды. Әр шапқыншы қаладағы сәулет өнерінің өзіндік жаңа айшықтарына келді. Петра Қызыл және жерорта теңіздері арасындағы маңызды сауда жолдарының қиылысында орналасқан. Мұнда 800-ден астам көрікті жерлер бар. Петрадағы ғибадатханалар мен сағаналар, Рим колонналары мен 3000 адамға арналған амфитеатр, сарайлар, моншалар мен арналардың барлығы тастан қашалып жасалған. Көне қала бұл күндері саяхатшыларды өзінің айшықтарымен таң қалдыруда. Петра қаласында танымал Индиана Джонс және Последний крестовой поход киносы түсірілген. Колизей Рим дәуірінің ең монументалды ескерткіштерінің бірі. Мысалы, Франция үшін Эйфел мұнарасы, немесе Ресей үшін Кремль мемлекеттің символы болса, Колизей де сол сияқты дәрежеде Италияның символы. Амфитеатр 8 жылда бой көтерген. Оның құрылысын 72 жылы Веспасиан император бастап, 80 жылы оның ұлы Тит аяқтады. Колизейдің қабырғалары жалпы салмағы шамамен 300 тонна болады. Қапсырмамен, тас кесек, кірпіш және түрлі бетон қоспаларынан салынған. Біздің заманымызға дейін 1 ғасырда салынған Рим қаласындағы Колизей әлемдегі ең үлкен амфитеатр болып саналады. 50 мыңнан астам орны бар Колизейде бірнеше ғасыр бойы гладиаторлық айқастар мен Рим тұрғындарына арналған мекелік іс-шаралар қойылды. Ал Колизейдің ашылуы 100 күндік ойын-сауық іс-шараларымен белгіленеді. Осы уақыт аралығында гладиатор турнирлерінде бірнеше мың жауынгер және Африкадан әкелінген 5000 жыртқыш аңдар қаза тапты.
Тағы бір әлемнің заманауи кереметтерінің бірі жарылқаушы Христос. 310 метрлік Корковадо тауына қойылған жарылқаушы Христостың алып мүсіні 80 жыл бойы Рио-де-Жанейроның және бүкіл Бразилияның символы болып саналады. Рио-де-Жанейро қаласында бой көтерген Христос мүсіні темір-бетон мен сабынды тастан қашалған. Қолдарын екі жаққа қарай жайған Христос биіктігі 38 метрге дейін жетеді. Мүсін құрылысы 1922 жылы басталып, 9 жылға созылды. Жыл сайын бұл мүсінді көру үшін Бразилия еліне 300 мың адам келеді. Корковадо тауына орналасқан Христос мүсініне кішкентай поезд арқылы немесе эскалатор арқылы көтерілуге болады. Ұлы Қытай қорғанының қабырғасы солтүстік Қытайдан, шығысы Ляодун Сары теңізінен Гоби шөлінің құмдарынан шығатын қорғаныс тізбегін құрайды. Қытай қорғанысының ұзындығы тігінен есептесе, басы мен аяғына дейін 2450 шақырымды құрайды. Ал егер барлық бұрыштар мен бүйірлерін есепке алсақ, әртүрлі бағалаулар бойынша 6000-нан 8850 шақырымға дейін жетеді. Қытай қорғанының құрылысы біздің заманымызға дейін 210 жылдары басталып, шағын үзіліспен Мин әулеті соңына дейін билегенше аяқталды. Яғни 1640 жылға дейін жалғасты. Қабырғаның орташа биіктігі 7,8 метрге жетеді. Оның ені 5 жаяу әскер жүріп өтетін немесе 5 салт атты шабандоз жүретіндей кең. Қытай қорғанының кей жерлері эрозияға ұшырап қираған. Саяхатшыларға ең танымал жері Бадалин, Мао Цзедун заманында күрделі жөндеуден өткен. Көне әлемдегі 7 керемет Еуропа мен Азия елінде орналасса, жаңа кереметтердің географиясы кеңейіп, Америка елінде қосып алды. Оңтүстік Америка еліндегі Асқартау баурайында Мачу-Пикчу қаласы орналасқан. Теңіз деңгейінен 2,5 километр биіктікте орналасқан бұл қала 400 жылға жуық өмір сүрді. Белгісіз себептермен 1532 жылы инктер қаладан жырақ кетті. Қала 1438 жылы Инк империясының 9-шы билеушісі Пачакутик Юпанийдің қасиетті орны ретінде салынған. 400 жылдан астам уақыттан бері қала туралы тек аңыздар болды. Ал 100 жыл бұрын 1911 жылы ғана америкалық археолог Хайрам Бенгемнің арқасында Инк қорғаны туралы деректер белгілі бола бастады. Гүлденген қала тұрғындары 3000 метр биіктікте жүгері, картоп және басқа да көкөністер өсірді. 1532 жылға қарай Мачу-Пикчу тұрғындары белгісіз себептермен қаланы тастап, әдемі сәулет туындыларын кейінгі ұрпақтарына қалдырып кетті. Ғибадатханалардың қираған үйінділері, 2 қабатты үйлер мен қоймалар сақталған. Қазақ мемлекеті ерекше табиғи нысандары мен сәулет өнері бар мемлекеттерінің бірі. Қазақтың 7 кереметіне тоқталсақ, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі аймақтағы мұсылмандардың басты киелі жері болды. Кесенеге 3 рет келу Меккеге барғанмен теңестірілді. Кесенені 14 ғасырда сопылық ақын және уағыздаушы Қожа Ахмет Яссауидің жерленген жерінде ақсақ темір салғызды. Бұл ғажайып көркем туындыны орталық Азиядағы ерекше сәулет өнері деп есепке алып, ЮНЕСКО-ның тізіміне енгізді. Тамғалы шатқалындағы жартастағы суреттер. 1957 жылы тарих, археология және этнография институтының экспедициясы Алматыдан 170 километр жерде орналасқан жартастағы суреттерге тап болды. Жартастағы суреттер ислам дініне дейінгі кезеңде өмір сүрген халықтардың тіршілігінен сыр шертеді. Суреттерде Будданың храмы, пұтқа табыну, тәңірге сену және шаманизм символдары болды.
Алтын адам. Алтын адамның табылуы ғылыми ортаға ерекше әсер етті. Сақ мәдениетінде патшаларына қорған салатын болған. Ғалымдар адамды біздің заманымызға дейін 3-5 ғасырдағы сақ мәдениеті мұрасына жатқызды. Маңғыстаудың жартасқа салынған мешіттері. Маңғыстаудың ең әдемі мешіттерінің бірі тасты жартасқа ойып салынған Шақпақ ата мешіті. Жер астында салынған бөлігінің қабырғалары сопылардың қалдырған жазбаларынан тұрады. Қабырғада бұл дүниенің баянсыздығы және қысқалығы туралы жазылған. Қазақтың ұлттық аспабы домбыра. Арал қаласының маңында жүргізілген қазба кезінде қолында домбыра ұстаған саздан жасалған адамның мүсіні табылды. Ғалымдардың пайымдауынша, біздің заманымызға дейінгі 5 ғасырға жатады. Алматы облысындағы Майтөбе деген жердегі жартаста билеп жүрген адамдар және домбыра салынған. Бұл суреттер неолит кезеңіне жатады. Бәйтерек кешені. Бәйтерек монументі Астана қаласында орналасқан құрылыс кешені. Сәулет өнерінің бірегей туындысы. Бәйтерек сөзі өмір ағашы дегенді білдіреді. Ежелгі көшпенділердің космогониялық көзқарасын білдіреді. Монументтің жоғарғы жағында күн сәулесімен ойнаған алтын шар орналасқан. Бәйтерек кешенінің тарихи тамыры тереңде және оны осы күнге дейін сақтап келген тәуелсіз қуатты мемлекет екендігінің символы. Қазақтың киіз үйі. Қазақтардың көшпенді тіршілігі тез жиналатын және құрылатын киіз үйлерде өмір сүруге үйретті. Киіз үй біздің заманымызға дейін 3 ғасырда пайда болғанымен, қазіргі кезге дейін үлкен өзгерістерге ұшыраған жоқ. Сыртқы көрінісі киізбен қапталған мұнараға ұқсайды. Қыста суықтан, жазда ыстықтан және жаңбырдан қорғады. Үйді бір отбасы 1 сағат көлемінде жинап құрайтын болған. Ал енді оқушылар тапсырмаларға көшсек. 1 тапсырма. Қазақтың 7 кереметін сәйкестендіріңіз. Төмендегі ссылка бойынша WordWall әдісі арқылы тапсырманы орындаймыз. Уақыт аяқталды. Енді тапсырмамызды тексерейік. Жарайсыздар балалар. Дұрыс. Келесі тапсырма. Әлемнің жаңа 7 кереметі қай аймақтарда орналасқандығын белгілеңіз. Төмендегі ссылка бойынша WordWall әдісі арқылы тапсырманы орындаймыз.
Ал енді оқушылар тапсырмамызды тексерейік. Жарайсыздар. Өте жақсы. Келесі тапсырмаға көшсек, QZ әдісі арқылы тест сұрақтарына жауап береміз. Жарайсыздар балалар. Енді оқушылар, келесі тапсырмаға көшсек, бүгінгі тақырыбымызға байланысты сөз жұмбақты шешейік. Ежелгі Грекиядағы піл сүйегі мен алтыннан жасалған мүсін. Еліміздегі тасқа жазылып түсірілген суреттер. Келесі. Үндістанның Агра қаласында орналасқан кесене. Әлемдегі ең үлкен амфитеатр. Ұлттық музыкалық аспап. Қазақ халқының өрлеуінің, дархандықтың символына айналған Астана қаласындағы монумент.
биіктігі 40-45 метрлік ежелгі кесене. Биік жартаста орналасқан Иордания қаласы. Қазақ халқының дәстүрлі баспанасы. Еліміздің бас қаласы. Теңізшілерге жол көрсеткен мәрмәр тастан жасалған 7 кереметтің бірі. Өте жақсы балалар. Келесі тапсырманы орындаймыз. Төменде берілген жасырылған сөздерді табыңыз. Мұқият қараймыз, балалар. 5 минут уақыт беріледі.
Жарайсыздар балалар. Келесі тапсырма. Әріптерді орнына қойып, жасырынған сөзді табыңыз.
Жарайсыздар балалар, өте жақсы. Ал енді балалар, бекіту сұрақтарына жауап берейік. Бірінші сұрақ. Ежелгі елдің 7 кереметіне сипаттама бер. Екінші сұрақ. Қазіргі кездегі дүниенің кереметтерін атап беріңдер. Үшінші сұрақ. Қазақстанның қандай 7 кереметін білесіңдер? Және де соңғы сұрақ. Кереметтердің қатарына домбыра мен қазақ киіз үйінің маңыздылығын бағалаңдар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.